Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы: Архимед заңы қалай ашылды? Кері итеруші күш деген не деп аталады? Сабағымыздың мақсаты: Архимед туралы аңызбен танысасың, судағы дененің суды ығыстыратынын білесің. Кері итеруші күштің не екенін және оның қалай әсер ететінін білесің. Архимед деген кім? Ежелгі гректің ұлы ғалымы Архимед біздің заманымыздан бұрынғы 287-212 жылдары Сицилия аралындағы Сиракуз қаласында өмір сүрген. Ол әрі математик, әрі механик болған. Архимед жер суғаратын механизмдерді, жүкті көтеруге арналған иін тіректерді, блоктарды, тасты атып қамалдарды бұзатын соғыс қондырғыларын ойлап шығарған. Сонымен қатар қорытпаның құрамын анықтау тәсілін тапқан. Ол туралы мынандай аңыз әңгіме бар. Ежелде Сиракуз патшасы Герон зергерге алтыннан тәж жасатады. Ол әлемдегі ең керемет алтын тәж киюді армандапты. Ол зергерді шақырып алып, 10 фунт алтыннан тәж жасауды тапсырыпты. Зергер оның айтқанын орындайды. Алайда патша тәждің таза алтыннан жасалғанына күмәнданады. Ол дереу Архимедке тәждің құрамында күміс қоспасы бар жоқтығын тексеруді тапсырады. Архимед қанша ойланса да мұның шешімін таппайды. Бір күні Архимед ваннаға түспек болып, оны ернеуіне дейін толтырады. Ол суға отырған кезде судың біразы сыртқа асып төгіледі. Бұл жағдай оны мазалап жүрген сұрақтың шешімін тауып береді. Архимед қуанғаннан «Эврика, Эврика, таптым» деп айғай салыпты. Архимед ашқан жаңалық. Ваннадағы су неліктен ернеуінен асып төгілді? Енді сол ваннаға үлкен кісі түссе қанша су төгіледі, ал кішкентай бала түссе қанша су төгіледі? Неліктен? Балалар, ернеуіне дейін толтырылған ваннаға Архимед отырған кезде ваннадан Архимедтің суға батқан денесінің көлеміндей су ығысып, асып төгілді. Яғни, жаңағы судың төгілуі адам денесінің салмағына байланысты екен. Егер үлкен адам суға түссе, үлкен адамның массасындай су жерге төгіледі. Ал кішкентай бала түссе, кішкентай баланың массасындай су төгіледі екен. Балалар, мына суретке қарайықшы. Ақылды қарға. Ақылды қарға құмырадағы суды тауып алды. Сол суды ішейін деп еді, оның тұмсығы жетпеді. Енді ол Архимед заңын қалай қолданды? Ол суға біртіндеп тастарды сала бастады. Тастарды салған кезде су көтерілді. Бір кезде су толып сыртқа ақты. Енді қарға қанғанша судан ішті. Яғни балалар, бұл жерде қарға Архимед күшін пайдаланды. Кім күшті? Балалар, суретті сипаттаңдар. Қалай ойлайсың? Үлкен тасты кім оңай көтере алады? Неліктен Эврика бұл тасты көтеріп тұр? Яғни, кез келген суға түскен денеге судың тарапынан кері итеруші күш әсер етеді. Ол күшті Архимед күші деп атайды. Архимед күші жер бетіндегі барлық денелерге ауырлық күші әрекет етеді. Сұйықтықтың, яғни кез келген су, бензин, май және тағы басқа ішінде денеге ауырлық күші әсер етеді. Ауырлық күші әсер ете тұра, кейбір денелер сұйық бетінде қалқып жүрсе, екіншілері батып кетеді. Ал үшінші біреулер сүңгір қайық тәрізді оның ішінде жүзіп жүре алады. Себебі
Ол денелер суға қарағанда тығыздығы азырақ болады. Яғни дененің тығыздығы судың тығыздығынан көп болса, ол батады. Егер дене тығыздығы судың тығыздығынан аз болса, қалқып жүреді немесе жүзеді. Ауыр денелерді су ішінде көтерген оңай болу себебі су тарапынан кез келген денеге кері итеруші күш болады. Адамның суда жүзуінде осылай түсіндіруге болады. Су тарапынан кері итеретін күшті Архимед күші деп атайды. Ол үнемі жоғары қарай бағытталады. Сен білесің бе? Кеме неге суға батып кетпейтінін білесің бе? Біріншіден, кемеге су тарапынан кері итеруші күш әсер етеді. Екіншіден, кеменің төменгі бөліктері ауамен толтырылады. Ауа суға қарағанда жеңіл болғандықтан кеме су бетінде қалқып жүреді. Жақсы балалар, бүгінгі тапсырманы түсінсек, жұмыс дәптерін ашып, 58-60 беттеріндегі 55 жұмыс парағы Архимед заңы қалай ашылды, 56 жұмыс парағы денелердің суға батуы және жүзуі, 57 жұмыс парағы құстар деген тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта не үйрендік, не қиын болды? Сұрақтарың болса қоюларыңа болады.